Сәлем құрметтім. Бұл медитация Луиза Хейдің медитациясы, және де ол бүгінгі күнге бағдарлама болып табылады. Бұл медитацияны күнделікті тыңдау арқылы энергияңыз көбейеді. Медитацияны бастамас бұрын сізді ешкім мазаламайтындай тыныш жерде ыңғайланып отырыңыз, немесе жатыңыз, көзіңізді жұмыңыз. Терең тыныс аламыз, дем шығарамыз. Бір қалыпты демаламыз. Түнде жағымсыз түс көрсеңіз, немесе кешегі күннен кейін өзіңізді нашар сезінсеңіз, денеңіздің ауырсынып тұрған тұсына назар аударып, ойша сол жерге деміңізді алып, сол ауырып тұрған тұсты тыныш шығарғанда, сыртқа шығып жатқан ойша елестетіңіз. Егер ауырсыну әлі де бар секілді болса, бірнеше рет қайталап жасасаңыз болады. Енді медитацияны бастаймыз. Дәл қазір бүкіл денеңіздің жайлы күйін сезініңіз. Денеңіздегі жылулықты, тыныштықты сезініңіз. Бүгін сізде осы уақытқа дейін болмаған қайталанбас жаңа күн болады. Бәлкім, сіз бүгінгі күнді өз қалауыңызша жоспарлап қойдыңыз, жобалап қалай өтетінін де ойластырдыңыз. Бірақ біз бұл медитация арқылы жаңа тәжірибе жасаймыз, себебі біз оянғанда нақты бұл күннің қалай аяқталатынын біле алмаймыз. Ал ғажайып тосын сыйлар мен тамаша оқиғалар бізді күтуде. Дәл қазір және осы сәтте қандай ойда отырғаныңыз өте маңызды. Санамызды қорқыныштардан, уайымнан, ашудан, ызадан, реніштен, өз-өзін кінәлау мен өз-өзін жазалау керек деген қалаудан босатамыз. Терең тыныс аламыз. Тыныш шығарғанда бойымыздағы негатив сезімдердің шығып жатқанын сезінеміз. Тамаша. Енді бойымызды қайғы мен қызғаныштан, көре алмаушылықтан босатамыз. Тағы да терең тыныс алып, тыныш шығарғанда бойымыздан негативті сезімдердің шығып жатқанын елестетеміз. Бұл сезімдер жаңа күнді жасауымызға арналған сезімдер емес. Жаңа күн
жаңа бастамалардан тұрады. Сіздің күнделікті әр ойыңыздан болашағыңыз құралып жатыр. Дәл қазір осы уақытқа дейінгі таңертең ойлаған ойларыңыздың енді маңызы жоқ. Жай ғана терең тыныс алып, тыныш шығарамыз. Дәл осы сәтте ауаның бойымызға таралып жатқанын және бойымыздан ауаның шығып жатқанын сезінеміз. Бұл нағыз ғажайыпқа толы сәт. Терең тыныс алуды жалғастырамыз. Тыныс алғанда ауаның өкпеге өтіп, кейін жүрекке, жүректен қанға өтетінін сезінеміз. Оттегіге бай қанымыз бүкіл денеге таралуда, тамырларға, күретамыр мен қан тамырларға таралуда. Сізде бұл процестің нақты қалай орындалып жатқаны туралы көрініс жоқ болса да, бұл өзіне деген қамқорлықты жауапкершілікке алған тәніңіздің ақылы екенін сезініңіз. Бұл ғажайып күштің арқасында сіздің тәніңіз тыныс алуда, жүрегіңіз тоқтаусыз соғуда, тағамыңыз бойыңызға сіңуде. Тәннің ақылын көзбен көріп, қолмен ұстау мүмкін емес. Бұл ғажайып күш бізге серуендеуге, киім киюге, басқа адамдармен әңгімелесіп, қарым-қатынас жасауға және жақсы көруге рұқсат береді. Біз тұрмыстық өмірде көптеген заттарға солай болу керек деген оймен қарап, алғыс білдіруді ұмытып кетеміз. Күнделікті, тоқтаусыз, біз үшін қызмет етіп жатқан ғажайыпқа толы тәнімізге шүкірсіздік танытамыз. Одан бөлек, өзіміздегі жоқ затқа көңілімізді қойып, қиналамыз. Өзіміздегі барға шүкір ету, алғыс айту біздің болашағымызды көркейтеді. Көптеген жақсылықтарға, толы оқиғаларға жол ашады. Біз әрдайым молшылыққа толы ағында жүреміз. Егер біздің өміріміз толықтай шарсыз махаббат пен кешірімнен, қабылдаудан толықса, Алла тағалаға өзімізді толықтай тапсырып, өзімізді қабылдасақ, біз жеңімпаз қатарына енеміз және өзімізге қажетті ең керемет, шексіз байлық пен ләззат алатын бақытты жасай аламыз. Бұл процесс өзімен өзі еш қиындықсыз орындалатын болады. Бізді жаратқан күш, Алла тағала, өзімізге ұнайтын өмірді жасап алуға шексіз мүмкіндіктер береді. Оған жетуге біздің басымыздағы ойларымыз әсер етеді. Біз ойымызға сыйған мүмкін нәрсенің бәрін шексіз таңдай аламыз. Бұл таңдау біздің болашағымызды анықтайды. Егер біз реніш, ашу және наразылықты таңдасақ, онда өміріміз реніштен, наразылықтан, ашудан жасалатын болады. Егер біз махаббатты қаласақ, онда ойымыз тек махаббаттан тұру қажет. Егер бейбітшілік пен сабырлылық қаласаңыз, онда әлемді сүйе алатын ойларды таңдауыңыз керек. Егер көркеюді қаласаңыз, онда сіз әлемге ашық болуыңыз керек. Егер шығармашылықты қаласаңыз,
онда оны ішіңізде сезіну керексіз. Менімен бірге ойша қайталаңыз. Мен ең күшті идеяларға ашықпын. Олар менің бойымнан шығып жатыр және Алланың мейірімділігі мен шығармашылығы мен арқылы көрініс табуда. Мен білуім керек дүниенің бәрі маған керек кезінде келеді. Аллах мені қорғауда және жетектеуде. Менің жолым ашық әрі анық. Өте тамаша. Енді тек менің ғана дауысымды естіңіз. Күн басталмай жатып, ақылыңыздағы негативтерді жойып тастайтын уақытты тауып, өзіңізді негативтен тазартып отыруды әдетке айналдырыңыз. Менімен бірге дауыстап, сезініп қайталаңыз. Мен бүкіл ашуды, наразылықты, ренішті жіберемін. Менің кешіріміме мұқтаж жандарды шынайы түрде кешіремін. Мен өзімді кешіремін. Мен осы күнге махаббатпен, бейбітшілікпен, сүйіспеншілікпен және жақсылыққа деген үмітпен қараймын. Тамаша. Енді тек менің даусымды естіңіз. Бүгін қай жерге барсаңыз да, сол жерге махаббатыңызды жіберіңіз. Егер сіз дүкенге бір затты сатып алуға барсаңыз, өзіңізден бұрын сол дүкенге, ғимаратқа, бүкіл тауарларға, адамдарға, сатып алушылар мен сатушыларға махаббат жіберіңіз. Сіз өзіңізге ең көркем түрде қайтып келетін ең күшті таңдау жасап жатырсыз. Себебі сіз де, дүкен де алғысқа иеленіп көркеюіне үлес қосудасыз. Дәл осылай жөндеу жұмысын жасағалы жатқанда, немесе өзіңіздің ісіңізге қатысты қорғаушыға барарда, немесе тіс дәрігеріне барғанға дейін жасаңыз. Егер сіз таңертең жұмысқа барсаңыз, өзіңіз барғанға дейін махаббатыңызды жіберіңіз. Ғимаратқа, жұмыс орныңызға, сізбен бірге жұмыс жасайтын адамдарға, жиһазға, өзіңіз қолданатын техникаға, кез келген затқа және байланысуыңыз мүмкін адамдарға сүйіспеншілік жіберіңіз. Елестетіңізші. Бүгінгі күн сіз үшін сау, мамыражай күн. Махаббатқа, көркеюге және креативті идеяларға, қуанышқа толы. Сіз өзгерістерді қуана қарсы аласыз. Жаңа тәжірибені, жаңа істі, жаңа оқиға мен жаңа адамдарды өз өміріңізге тартудасыз. Егер біреумен кездесуді жоспарлап, бірақ ол сізді алаңдатса, оған жай ғана махаббат пен жақсылық тілеңіз де сүйіспеншілікпен қараңыз. Бұлай бар ықыласпен тілеген жақсылығыңыз сізге 1000 есе болып қайтады. Қандай жағдай болса да, сіз ұтасыз. Сіз елестете алмаған, күтпеген жақсылықтар орындала бастайды. Себебі біз не берсек те, бергеніміз сол күні өзімізге қайтады. Мына сөздерді күніне 200-300 реттен қайталап жүруді әдетке айналдырыңыз. Менімен бірге дауыстап қайталаңыз. Мен өзімді қабылдаймын. Мен өзімді жақсы көремін. Мен толықтай бар болмысымен қабылдаймын. Мен махаббатқа лайықтымын.
Мен санамды жақсы жаққа өзгертуге дайынмын. Мен өзімді қалай бармын, солай қабылдаймын. Мені Аллах ең көркем түрде жақсы көріп жаратқан. Мен өзімді қабылдаймын. Мен өзімді қабылдаймын. Өте тамаша. Енді тек менің даусымды естіңіз. Бүгінгі күнді алғыс айтудан бастаңыз. Мысалы, түнімен жатқан төсегіңізге алғыс айтыңыз. Оның қаншалықты сіз үшін жайлы, ыңғайлы болған үшін. Елестетіңізші, ол сізді жылытады. Ұйықтағанда, түс көргенде, тәніңіз бен санаңызды қалыпқа келтіргенде әрдайым қорған болады. Осылар үшін саған алғыс айтамын. Барлығымызда сүйікті заттарымыз, жиһаздарымыз бар. Сол заттардың сіз үшін жаратылғанына алғыс айтасыз ба? Дәл қазір айтамыз. Электр жарығының бар екеніне, ғажайып жолмен сізге қызмет етіп жатқанына, соның арқасында қаншама затты қолданып жатқаныңызға алғыс айтыңыз. Есіңізде болсын, сіз қолданған техникалар сіздің жалғасыңыз. Біз басқа адамдарды жақсы көргендегі қарым-қатынастың қаншалықты ғажайып екенін сезінсеңіз, заттарға деген қатынас та тура осындай. Егер сіз әртүрлі техникалар мен көліктерге ұқыпты сүйіспеншілікпен қарасаңыз, олар да бұзылмай сізге қызмет ететін болады. Сіздің оларға деген ұқыптылығыңыз алғысыңыз болып табылады. Ойша, тоңазытқыштың бар екеніне және сіз үшін қызмет жасап жатқанына, сіз қолданатын азықты сіз үшін сақтай алатынына алғыс айтыңыз. Сіздің ас бөлмеңіздегі барлық заттарға махаббатпен алғыс айтыңыз. Сіз тыңдап жүрген радиоға, теледидарға, қарым-қатынасты ұстауға көмектесетін, алыстықты жойып байланысуға, білім алуға көмектесетін ұялы телефоныңызға алғыс айтыңыз. Патшайымдарда болмаған, бірақ бізге бұйырған ғажайып ваннаға алғыс айтыңыз. Су ағатын құбырларға, олардың оп-оңай бәрін таза етіп алып кететіні үшін алғыс айтыңыз. Ыстық су мен мұздай су жай ғана крандағы қосқышты басқаннан-ақ бірден келетіні үшін алғыс айтыңыз. Бұның бәрі ғажайып, оңай, еш кедергісіз, тоқтаусыз, өлшемсіз, бізге берген ауа үшін және тыныс ала алатынымыз өте құнды. Сол үшін алғыс айтыңыз. Біздің көзімізге көрінбесе де, тыныс аларда, тыныс алудың қайдан келіп жатқанын біз біле алмаймыз. Мұның бәрі Аллахтың бізге берген нығметтері. Бізге өмір сүруге және қанша қаласақ, сонша рет тыныс алуға мүмкіндіктер берген үшін алғыс айтамыз. Аспандағы күн де, жаңбыр да, жаңбырсыз құнарлы өнімнің болмайтынын түсініп, құрғақшылықта өмір сүрмегеніміз үшін алғыс айтыңыз. Бұлттарды айдайтын самал желге, әдемі сәулесін түсіретін айға, шексіз жұлдыздарға алғыс айтыңыз. Бізді тамақтандырып жатқан өнімдерге алғыс айтып, жақсылық тілеңіз. Өзіңізді киіміңізге, әртүрлілігіне, таңдаудың көптігіне, мысалы, қыста қалың, жазда жеңіл, қаласақ жұмсақ, қаласақ жібек матадан киім кие алатыныңыз үшін алғыс айтыңыз. Оп-оңай тұрып, серуенге шығып кете алатыныңыз үшін алғыс айтыңыз. Көптеген жерлерге сізді апаратын, сіз үшін қызмет жасайтын аяқтарыңыз үшін алғыс айтыңыз. Одан бөлек
басқа да қозғалыс құралдарын таңдай алатынымыз үшін, мысалы скутер, велосипед, автобустарға, көліктерге, пойыз бен ұшаққа алғыс айтыңыз. Бізде әрдайым таңдау бар, бірақ біз оны бағаламаймыз. Есіңізге түсіріңізші, көлігіңізде ақау шыққанда қаншалықты жиі ашуланғаныңызды. Сол үшін көлігіңізге алғыс айтыңыз. Ол ғажайып жаратылыс сізді қалаған жеріңізге тездетіп жеткізеді. Тіптен ұшақтың уақыты тежелгенде, оған ашуланудың орнына елестетіңізші, кішкентай ғана сопақша темірден жасалған зат сізді қауіпсіздікке қолыңыз жетпейтін бұлттардың арасынан ұшып, әлемнің бір бұрышынан екінші бұрышына тез жеткізетіні жайлы ойлап, махаббатпен алғыс айтыңыз. Бұларға дейін қарым-қатынас жасап, алғыс айтуға санаңызға рұқсат етіңіз. Және бұл заттардың тағдырыңызда бар болған үшін, сізге бір нәрсе үйреткені үшін алғыс айтыңыз. Бұлардың бәрін Алла тағала сіз үшін қызмет етсін деп жаратқан. Бәрі де сіз үшін жаралған. Өткен және қазіргі шақтағы әр оқиғаларға, сіз жүрген орындар мен өміріңізде болған адамдар үшін алғыс айтыңыз. Алғысы көп халде болудың қаншалықты ғажайып екенін сезініңізші. Бұл сезім сіздің өміріңізге көптеген жақсылықтардың келуіне дайындап жатыр. Алла тағала өмірімізді жеңілдету үшін, көркейту үшін бәрін жасап қойған. Бізге тек соны қабылдап, өзімізге қызмет етуіне рұқсат етуіміз керек. Біз ояна салып, төсектен азығып тұрып, өміріміздегі бүкіл жағдайды басқаруға тырысамыз. Бірақ Алланың құдіреттілігі олай жұмыс жасамайды. Ол тура біздің тынысты алуымызды, жүрек соғысын, тамақтың сіңуін басқаруға тырысатынымыз секілді. Бірақ сіз керісінше тәніңізді жақсы көре аласыз. Оған таза өнімнен жасалған ас беріп, таза су беріп және жаттығу жасау арқылы алғыс айта аласыз. Бүгінгі күн сіз үшін махаббатқа толы болсын, тыныш, жайлы болсын. Бүгінгі күн сізге жаңа жаңалықтар мен жаңа білімдер әкелсін. Бүгін сіз күтпеген табыс әкелсін. Сізге тек қана ләззат сыйлайтын күн болсын. Бұл сіздің күніңіз. Бұл жаңа күн. Бұл сіздің өміріңіздегі ең жақсы күн. Бұл жаңа бастама. Алдыға қадам басып, әр сәттен ләззат алыңыз. Мен сіздерді Алланың разылығы үшін жақсы көремін. Бірнеше рет терең тыныс алып, тыныш шығарыңыз. Бүкіл тәніңізге таралған энергияны сезініп, көзіңізді ашыңыз. Денеңізді созып, орныңыздан тұрып, өмірден ләззат алып қозғалысты бастаңыз. Медитациядан кейінгі әсеріңізді комментарияға жазып бөлісіңіз. Және де біздің каналға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Құрметпен, Ләззат.